Copacabana Coral Reef бұл 2 жылдан кейін дайын болатын люкс проекттардың бірі, 2027 жылы дайын болады. Сәлеметсіздер ме? Менің атым Дина. Біз Golden House компаниясының менеджерлеріміз. Бүгін біз сіздерге бір бөлмелі пәтер Copacabana Coral Reef проектін толықтай көрсетеміз. Copacabana Coral Reef 2027 жылы Жамтин аймағында жағажайға жақын жерде аяқталатын жоба. Жоба 4 бассейнді қамтиды. Олардың бірі толық эффектісі бар, екіншісі мұналардың арасында орналасқан шатырдағы бассейн және аула бассейні. Төбесінде жүгіру жолы мен баскетбол алаңы орналасатын ашық және жабық тұрақтар қоса алғанда кең тұрақ қарастырылған. Әрине, жоба спорт залы, балалар ойын бөлмесі, сауна да бар. Айтқаным бойынша біз бір бөлмелі пәтер 32 квадрат метрлік бір бөлмелі пәтерді көрсетеміз. Бұл жерде студия бір бөлімі жоқ, тек қана one bedroom несі бар, жобасы ғана бар. Қарап тұрғаныңыздай, бұл жерде именно қай жерде орналасқаны көрсетіліп тұрады. Мына жағында бұл бір бөлмелік бөлме, кухня кішігірім. Бұл жерде бүкіл мебель бәрі қосылады, ремонтымен бірге. Қарап тұрғаныңызда, бұл кухня, бұл жобада, one bedroomда бәрі қосылған, мебельдері және де ауа суытқышы. Қарап тұрғаныңызда, бұл жерде ремонтта ауа суытқыш, жабық өте ыңғайлы орналасқан, және де бұл жерде микротолқынды пеш, плита, ауа тоңазытқыш бәрі де қосылған. Бұл жерде тек қана кірмейтіні, бұл жобаға декор ғана кірмейді, қалған жобада бәрі осы жерде қосылады. Және де аяқ киім қоюға арналған ыңғайлы мебель. Асхана бөлімінен біз тікелей қонақ бөлмесіне өтеміз. Өйткені бір бөлмелі пәтер болғандықтан бұл жерде толықтай жабдықталған, мебельдің бәрі толықтай кіреді. Тек қана дастарханның үстінде тұрған заттар ғана кірмейді. Люстра бәрі кіреді. Осы мебель бәрі, бірақ телевизорды өзіңізге ыңғайлы размермен аласыз, әрине де. Қалған нәрсенің бәрі уже осы квартирамен қоса сатып аласыз. И әрине де бұл жерде керемет балконы бар. Қонақ бөлмесінен кейін біз тікелей жатын бөлмеге кірдік. Жатын бөлмеде толықтай жабдықтырылған. Көріп тұрғаныңыздай, бұл жерде дизайн бәрі қосылған, ремонтымен қоса жабдықталған мебельдеріне қарамай, бұл жерде дизайн ауа суытқышты көрінбейтіндей қылып орналасқан. Және де бұл бөлмеде бәрі де осы квартираның бағасына толықтай қосылады. Тек қана әрине дизайнмен төсек жабдықтағы люстра бәрі де қоса осы квартираның бағасына қосылады. Телевизорда бірақ өзіңіз әрине аласыз. Бұл жерде де байқағаныңыз бойынша толықтай жабдықтырылған, квартираның ақшасына, төлемақысына толықтай бүкіл ремонтымен қоса жабдықтырылған дәретхана бөлмесі қосылады. Және де бұл жерде айнасы, подсветкасымен бәрі де қосылады. Тікелей сыртқа шығуға болады. Бұл жерде екі жақты есік, ең ыңғайлысы. Қазір біз сіздерге 44 квадрат метрлік бір бөлмелі квартираны көрсетеміз. Бұл жердегі ерекшелік, қарап тұрғаныңыздай, орналасқан жері толықтай теңізге қарап тұрады. И әрине де ерекшелігі, бұл жерде қонақ бөлмесінде 4 орындық, өйткені жобасы өте үлкен. Орналасқан жері және де холодильнигі үлкен. Бұның бәрі квартираның бағасына қосылады. Ремонты бәрі мебельмен қоса тоңазытқыш, ауа суытқыш. Бұл жерде де дизайн бойынша ауа суытқыш ыңғайлы орналасқан таққа. Және де бұл жерде газ плитасы 4 плитасымен, әрине де үлкен. И тікелей қонақ бөлмесі.
қонақ бөлмесі байқағаныңыз бойынша кең, үлкен, өткен аумағы бойынша 44 квадрат метр. Қарап тұрғаныңызда мына қонақ бөлмесінен бүкіл мебелі бәрі жабдықтырылған, толықтай бағасына бәрі кіреді, ремонтымен, бәрімен, мебелімен, бірақ телевизорды өзіңіздің қарауыңызға қарай ыңғайлы телевизорды өзіңіз аласыз. И әрине де бұл жерде балконы өте кең. Қонақ бөлмесінен біз жатын бөлмеге кірдік. Жатын бөлмеде толықтай жабдықтырылған. Бұл жердегі дизайн байқағаныңыз бойынша бәрі де кіреді. Телевизорден басқа бұл жерде де ауа суытқышы бар. Дизайн бойынша таққа орналасқан, мебелімен толықтай мебель бүкіл бағасына кіреді. Тек қана кірмейтін жатын бөлмеге арналған төсек жабдықтары. И тікелей біз дәретханаға өтеміз. Дәретхана толықтай жабдықтырылған, айна, бәрі толықтай осы бағаға кіреді. Душевойы толықтай жабдықтырылған. И тікелей шығуға болады. Бұл жерде дәретханада ең ыңғайлы жері жатын бөлмеден кіруге болады, және де сразу кіреберіс жерінен кіруге болады дәретханаға. Бүгін біз сіздерге бір бөлмелі пәтер Копакабана Coral Reef жобасында көрсеттік. Егер де сіз өзіңіздің бөліскіңіз келсе ойларыңызбен, және де мүмкін сіз екі бөлмелі пәтерлерді осы жобадағы екі бөлмелі пәтерлерді көргіңіз келсе, әрине де өзіңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді жаза кетіңіздер, және де сілтеме арқылы өздеріңіздің ойларыңыз, пікірлеріңіз болса жазуды ұмытпаңыздар. Бізге лайк басып, келесі видеоларды көруді ұмытпаңыздар. Көріскенше сау болыңыздар.